Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет жұмсақ, глютенсіз кекстің құрамымен бөлісемін. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, кекстің іші осындай үлпілдеп, көтеріліп піскен. Ең алдымен 3 дана бананды кесіп аламыз да, оны блендердан өткіземіз. Бізде осындай консистенция шығу керек. Келесі жарты шай қасық содамызға жарты шай қасық сірке суын құйып, екеуі көпірген соң, оны жаңағы консистенциямызға саламыз. Енді консистенциямызды венчикпен жақсылап араластырамыз. Сода қосылған соң, біздің консистенциямыз көпіршіктеніп көтеріледі. Енді консистенциямызға 2 дана жұмыртқамызды салып араластырамыз. Содан кейін ерітілген 100 грамм сары майымызды құйып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді сүйту арқылы күріш ұнын салып, оны жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі 1 шай қасық топинамбур сиробын дайын болып қалған сұйық қамырымызға құйып, оны венчикпен араластырып аламыз. Келесімен дайын болып қалған қамырыма осындай күнжіт қосамын. Сіздер өз қалауларыңызша жер жаңғағын немесе мейіз қосуларыңызға болады. Келесі консистенциямызды осындай кекстің формасына қасықпен салып шығамыз. Енді формадағы кексті 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне достар, кекстеріміз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кекстеріміз жұмсақ әрі бөлінбей піскен. Бұл кекстің ерекшелігі банан мен күріш ұнынан жасалған. Дұрыс тамақтануды жақсы көретін және де арықтағысы келетін қыз-келіншектер осы кексті дайындап жесеңіздер болады. Енді дайын болған кекстің үстіне осындай сұйық шоколадты құйып шығамыз, немесе балды құюға болады.
достар, осындай керемет, дәмді, әрі жұмсақ, әрі пайдалы кексті күнде пісірулеріңізге болады. Ингредиенттері өте оп-оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.